Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, каналымның дамуына үлес қоса кетіңіз. Енді мен бүгін жасайтыным салат жасаймын. Пунчоза салатын жасаймыз. Бізге ең алдымен пунчоза салатын 3 булмасын алып, осылай ыдысымызға салып, ыстық суды құйып, осылай бір келкі барлық жеріне тигізіп, ыстық суымызды ыдысымызға салып, және де барлық жеріне тигізіп, орналастырып, осылай 10 минутқа қалдырамыз. Тимеген жерлерін осылай суға батырып 10 минутқа қалдырамыз, достар. 10 минутта езілмейді. Және де бір қасық тұз саламыз. Китайский тұздан бір қасық салып жібереміз. Енді 10 минутқа қалдырамыз. Одан кейін біз етімізді ұзыншалап етіп, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді теркіден өткізіп, және де шамалы тұз салып, осылай мұжып салатымызға дайындап қоямыз. Біз енді 10 минутымыз өтті. Осылай мұздай суға жуып, пунчозамызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін мен қиярды тураймын, жіңішке етіп, ал егерде өз қалауларыңызбен турасаңыздар, ортасынан бөліп турасаңыздар да болады. Қиярымызды турап болдық. Енді ыдысымызға саламыз. Енді болгар бұрышын, тәтті бұрышымызды да саламыз. Екі түрінен саламыз, достар. Светі әдемі болып шығады салатымыздың. Осылай жіңішке етіп турап аламыз. Енді турап алған тәтті бұрышымызды салатымызға қосуға дайындаймыз. Және де пиязымызды жұп-жұқа етіп турап аламыз. Енді бұдан кейін қазанымызды отқа қойып, кішкене май құямыз, қыздырып, етімізді әбден піскенше қуырып аламыз. Осылай қуырып аламыз. Бір 10-15 минутқа суы тартылғанша қуырып, осылай піскенін күтеміз. Сосын артынша тұз саламыз. Және де приправа салсаңыздар болады. Кориандр, паприка. Осылай тәтті бұрышымызды, пиязымызды салып қуырып аламыз әбден. Және де соевый соусымызды құямыз. Әбден қуырып аламыз. Біз оған дейін бір чеснокты алып, теркадан өткіземіз майда көзімен. Осылай өткізіп алып, салатымызға қосамыз. Енді укропымызды да майдалап қосып жібереміз. Ал егерде укроп, петрушка, көк пияз қоссаңыздар болады. Мен укроп қостым. Енді помидорымызға келейік. Помидорымыздың ортасын алып тастап, қатты жерін жіңішке етіп турап қосамыз. Өте дәмді болады. Осылай помидорымызды қосып жібереміз. Осылай пунчоза салаты өте дәмді болып шықты. Пунчоза салатын сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де видеомды соңына дейін қарауды да ұмытпаңыздар. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Соған қарап жасасаңыздар болады. Өте дәмді пунчоза шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер.